Абай Құнанбаев деген қазақтың белгілі білімді ақын жазушысы. Поэт, писатель. Писатель. Абай Құнанбаев қазақтан шыққан ұлы ағартушы. Ақын. Это писатель и поэт. Это казахский писатель. Абай Құнанбаев ұлы ағартушы. Это поэт. Ақын. Ақын, поэт. Поэт-писатель. Абай қазақтың ұлы ақыны, публицист. Знаю, что писатель. Поэт. Қазақтың беделді ақыны. Ақын, жазушы. Поэт. Ақын. Это казахский мыслитель, поэт, писатель. Абай Құнанбаев поэт. Ақын, жазушы. Абай Құнанбаевтың туғанына 175 жыл болды биыл. 175. 1845 жылғы. 170. 175. Нет, 175. 175. 175? 175. Знаешь, что юбилей 175 лет. Так. 175. 175 жыл. 1845 жыл туылған ғой. Керемет 175 жыл. 1800. Ой, 845. Я 175. Я 175 да, по? 175, если я не ошибаюсь. 175 жыл толып отыр ол кісіге. 175. Қай облыс? Семей облысының тумасы ғой. Семипалатинской. Семей облысының. Семипалатинск. Семипалатинск. Семей? Семей жары. Семипалатинск. Семей. Семей облысында туған ол кісі. Абай Құнанбаев, әсемпаз болмар неге? Әсемпаз болмар неге? Өнерпаз болсын арқалан. Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін таптап басқалан. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға. Игілік білмегенде бар, сол жарысар туғанға. Бастапқы екеу соңғысыз, бітте қалса қызыққа. Алды жалын атымыз барар ердің қай жаққа. Байданы көрсем бас ұрып, ақтан іздеп бәйгі алма. Мініңді ұрлап жасырып, майданға түспей қайғы алма. Өзіңді бармен көзге ұрып, артылам деме өзгеден. Күндестігін қосырып, ұзапқа қалмай езбеден. Путябаев. Абай Құнанбаевтың бірнеше қара сөздері бар, 42 қара сөзі бар. Желсіз түнде жарғай, сәулемай, қалқамай деген әндері бар. Ол кісінің жақсы-жақсы. Желсіз түнде жарғай. Көзімнің қарасы. Бес нәрсеге асық бол, бес нәрседен қашық бол, адам болам десеңіз деген. Абай жолы? Абай жолы Путябаев. Сабырсыз, арсыз, еріншек, көрсе қызар шалмауыз. Сорлы қазақ сол үшін алты бақан алауыз. Өзін-өзі күндейді, жақынын жалған міндеді. Ол арсыздық белгісі, ұят сынбай, ойланбай, қой дегенге іс қылмай. Сұр бұлт, суық қаттайды аспан. Көзінің қарасы. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Бес нәрсеге асық бол, бес нәрсеге қашық бол. Адам болам десеңіз, тілең нөмірін алдында. Бұған қайқы десеңіз, өсек өтірік мақтаншақ,